сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Алғашқы сұрақ қоятын депутат Баққожаев Анас Ахатұлы. Көп рахмет, Айбек Жексенәліұлына сұрақ. Заң жобасында жаңа сайтын жеке және заңды тұлғалар мемлекеттік бюджет есебінен дайындалған материалдарды бір данасын архивке тапсыруға міндеттеледі дедіңіз. Бұл құптарлық талап, себебі өзіңіз білесіз, қазына халықтың қазынасы болған соң, соның ақшасына дайындалған материалдарда халықтың мұрасына айналу керек. Ертең оны қайтадан пайдаланып, бюджеттің де ақшасы жаңағы үнемделеді, ол да өте пайдасы көп та негізі. Құптарлық дүние. Бірақ енді оның тетіктерін түсіндіріп берсеңіз, мысалға, сол тұлғалар қандай формада тапсыру керек? Флешка бола ма, дискі бола ма, әлде электрондық бір жүйе бола ма? Содан кейін қабылданған материалдың шынайылығын кім тексереді? Қалай тексереді? Егер бұл талапты, тағы бір сұрақ, бұл талапты орындамаса, қандай жауапкершілік қарастырылған, соны түсіндіріп берсеңіз. Сұрағыңызға көп рахмет, құрметті Анна Сағатұлы. Бұл жерде ең бастысы біздің қазір мемлекеттік архивтерде құжаттарды қабылдау қағидасы бекітілген. Ол қағида министрдің бұйрығымен бекітілген. Барлық мемлекеттік архивтердің барлығы сол қағидамен жұмыс істейді. Қазіргі сіз айтып жатқан норма күшіне енген жағдайда бізде қазіргі қағидаға сәйкес әртүрлі форматтарда қабылдай береді. Бұл жерде мен айтқым келгені, мемлекеттік архивтер барлық тиісті құрал жабдықтармен қамтылған. Ол жерде CD-диск болсын, VHS кассета болсын, болмаса басқа да нұсқалар болсын, оларда ол құралдар бар. Сол себепті кез келген құралда қабылдай алады. Сонымен қатар өздеріңізге белгілі 2021 жылдан бастап e-архив жүйесі іске қосылған болатын. Болашақта біз осы модульдерді енгізу арқылы ұйымдардан осы архивтерге материалдарды жіберу үшін сол жүйені пайдаланғымыз келіп отыр. Енді шынайылығына келетін болсақ, бұл жерде әрбір мемлекеттік архивтің жанында арнайы комиссиялар құрылған. Бұл эксперттік комиссия келген құжаттардың барлығын бірінші сараптамадан өткізеді. Оны қандай қорға жатқызатындығын қарайды. Содан кейін барып, оны қорға қабылдап алады, ал оның ішкі контентіне, шынайылығына осы аудиовизуалды материалдарды жасаушылар жауапты болады. Олар енді мемлекеттік тапсырыспен ақша алды ғой. Оны жасап өндірді, енді ішкі шынайылығын олар жауапты, ал тарихи құндылығын анықтайтын осы біздің архивтің мамандары. Үшінші, жауапкершілікке байланысты бізде енді мәдениет және ақпарат министрлігінің жанындағы комитетте тексеру құқығы бар. Бізде жылда өзіміздің жоспарлы түрде тексерістерді ұйымдастырамыз. Сонымен қатар арыз шағымдар түскен жағдайда да міндетті түрде біздің эксперттеріміз шығып қарайды. Мына жерде осындай фактілер анықталған жағдайда бізде әкімшілік құқықтық бұзушылық кодексінде айыппұлдар қарастырылған. Сол себепті тапсырмаған жағдайда бірінші хаттама толтырылады, хаттама орындалмаған жағдайда айыппұл енгізілетін болады.